Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казбизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табудың канал. Достар, егер менің арнама тіркелмесек, тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетейік. Сонымен қатар видео деген вкладкаде керемет схемалар бар, сонымен қатар қазір де көрсететін боламын, ал видеомызды бастайық. Достар, мен сіздерге тағы да керемет трекс табуға болатын сайт таптым. Ол TrexBiz деп аталады. Бұл жерде біз осындай рекомендация деп қой. Зарегистрироваться деген батырма арқылы тіркеле аламыз. Бұл жерде не жазамыз? Өзіңіздің мобильный нөмірімізді, одан кейін логин, пароль, пригласительный код, ол сіздер менің артынан кіргеннен кейін өзі беріледі. Прикрепить деген жерде мына жерде реф кодты жазасыздар. Одан кейін зарегистрироваться деген батырманы басасыздар. Болды, тіркелдіңіздер. Вати деген батырма арқылы мен қазір өзімнің личный кабинетіме кіремін. Вати деген батырманы басайық. Енді бұл жерде закрывать деген батырманы басамыз. Қарап отырсақ, сайтта ең алдымен итоговый баланс 8000 трекс береді екен. Бұл енді бұл да жақсы табуға болатын сайт. Сіздерге алдындағы видеоларымда айтқандай, бұл да бонусный счет. Бонусный счет ол, яғни біз үстінен процент көру үшін, осы 8000 трекстің бір кішігірім бөлігін алу үшін беріледі. Яғни бұл инвестиционный проект. Бұл жерде қалай ақша табуымызға болады, яғни ақша салу арқылы. Қарап отырсақ, енді сайттан міне накопленная прибыль деп тұр, яғни санын енді айта алмаймын бұл жерде. Членство қарап отырсақ 1 миллион, яғни 2 миллионға жақындап қалыпты. Енді глобальный партнерларын енді өзіміз білетін Binance бар екен бұл жерде. Сонымен қатар трейдинг деген вкладканы ашып көрейік. Міне бұл жерде көріп отырсақ, күніне 6% береді екен. 24 сағат сайын. Яғни барлығында 24 сағат сайын көріп отырсақ болады. Бұл жерде де енді список продукт деп тұр, яғни дневная ставка 12% деп тұр, яғни өзінің күн ерекшеліктеріне байланысты сумасы да көп болады. Бұл жерде яғни мына досыңызды шақырыңыз келсе, мына копировать ссылку деген батырманы басасыздар да, кейін достарыңызға жібересіздер. Сіздер мысалы 500 теңге салсаңыздар, оның 50 теңгесін достарыңыздан көре аласыздар. Яғни немесе екінші, үшінші аккаунт басқа телефондармен ашып көруімізге болады. Сонымен қатар мой деген жерде депозит снятие деген болады. Бұл жерде қазір депозит салып көрсететін боламын. Бұл жерге сәл басқаларына қарағанда сәл көбірек кіретін боламын. Яғни 50 трекспен. Себебі бұл жерде мен жақсы ақша тапқым келіп отыр. Депозит деген батырманы басамын, сумма инвестиция деген батырманы басамын. Бұл жерде жаңағыдай айтқандай, міне, если он не пришел в течение длительного времени, пожалуйста, обновите эту страницу. Минимальная инвестиция 5 трекс деп тұр. Яғни қазір скопировать адрес деген батырманы басамын, одан кейін трекс кошелегіме барамын. Trust Wallet дегенге кіреміз. Яғни Trust Wallet бұл криптовалюта сақтайтын кошелек. Бұл жерде менде қазір міне 50-66. Бұл жерге мен Каспиймен салып жатырмын. Міне Каспиймен және де Каспийге шығарып жатырмын. Оны қалай десеңіздер, қазір видеоның соңында қарай көрсететін боламын. Міне отправить деген батырманы басамын. Адрес получателя дегенге бетеміз, вставить деген батырманы басамыз. Количество трекс 50. Продолжить деген батырманы басатын боламыз. Міне недостаточный баланс дейді, онда сәл 49 деп көрейік. Продолжить деген батырманы басамыз. Подтвердить деген батырманы басамыз. Міне секретный код дейді, яғни өзімнің кодымды жазам. Міне тайм код болып жатыр екен, достар. Қазір бұны сөйтіп боламыз. Міне минус 49 трекс деп тұр. Қарап отырсаңыздар, міне төбесінде сообщение келді. Рекордердің төбесінде отправлено 49 трекс деп тұр. Қазір бұл жерде течение 5-10 минут деп тұр. Яғни 5-10 минуттың ішінде қазір маған трекс келіп қалу керек. Достар, міне әне-міне дегенше менің балансыма 49 трекс түсіп қалыпты. Яғни бұл жерде менде 49 трекс жүріп жатыр. Мен бұл жерде 6%-тен алып отырам. Қарайтын болсақ, где-то бір 20 күнде мен уже 20% көремін. Яғни бұл өте керемет. Сонымен қатар бұл жерде снятие деген батырма бар. Яғни ақшамызды сразу 24 сағат сайын шығаруымызға болады екен. Мен көп салған сайын көп ақша шығарамын. Қараңыздар, менде бірде 47 трекс шығаруға болады екен. Міне main wallet деп тұр, основной кошелек. Бұл жерде міне қазір қоямыз, бірде 49 деп. Енді адрес дейді. Адресті мен қазір жазатын боламын. Ол үшін біз қайтадан Trust Walletке кіретін боламыз.
өзіміздің жаңағыдегі криптовалютный трикс кошелегімізді жазамыз. Ол үшін получить деген батырманы басамыз, скопировать деген батырманы басамыз, қайтадан трикске кіреміз. Енді адрес деген жерге міне вставлять етеміз. Введите пароль безопасности деп тұр. Білмесеңіздер ключикті басасыздар, одан кейін парольді баса саласыздар. Одан кейін міне подтверждать деген батырманы басасыздар. Міне сохранить деген деп қойсаңыздар болады. Міне менің балансыма уже списывать етті. Қазір енді сообщениені күтеміз келген. Одан кейін бұл жерде де жақсы ақша табуға болатын, яғни проценттері де бар. Қазір оларды сіздерге расширенный түрде көрсететін боламын. Міне достар, қараңыздар, жаңағыдегі міне 12% бір күнге дейін көретін болсақ, міне страшная сумма салу керек екен, ол где-то 100 мың, яғни 100 мың макс инвест где-то миллион немесе 10 миллион. Яғни бұл мысалға бір трекс 30 теңге тұратын болса, бұл жерде өте үлкен ақша салып, сіздер бір күнде 12% аласыздар. Әрине бұл рискованный тірлік, ондай нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Бұл жерде енді қазір ақша сіздерге келген көрсетейін. Міне получен 1.47 трекс деп тұр. Сонымен қатар алдындағы сайттан да вебет жасай салайық. Ол үшін достар, менің алдындағы видеома, яғни интернеттен ақша табу 2022 деген видеоның описаниясына кіреміз. Еще деген батырманы басамыз. Одан кейін сайттың ссылкасы деп тұрады. Бұл жерде сонымен қатар менің Instagram аккаунтым бар, Telegram аккаунтым бар, және де TikTok аккаунтым бар. Бұл жерде Казбизнес істеу арқылы сіздер менің аккаунтымды көре аласыздар. Ол жерде сәл другой, яғни мотивация жайында түсіретін боламын. Енді сайт деген батырмаға басамыз. Алдындағы сайтты да енді одан да ақша шығарамыз. Оған мен қателеспесем 20 трекс салған болатынмын. Қазір бұл жерде осындай регистрация батырмасын жасау керек деп айтқан болатын сіздерге. Sign in деген батырманы басамыз, яғни ол войти деген. Бұл жерге де номер телефона не керек, яғни мен авто заполнить ететін боламын. Войти успешно деген батырма шығады ол кезде. Міне бұл жерде қазір мен шығаратын боламын. Ол үшін так, мой дегенге кіреміз. Одан кейін withdrawal деген батырманы басамыз. Міне айтқандай 20 трекс салыппын. Бұл жерде дневной лимит менде 0.15 трекс екен. Квота деген жерде 0.15 не дегендерді басамыз. Одан кейін мына жерге жаңағыдегі сайттың ссылкасын, яғни өзіміздің трекс кошелегіміздің ссылкасын жазамыз. Веб средств успешно деп тұр. Көріп отқандарыңыздай сайт төлеп жатыр. Енді X деген батырманы басамыз, дома деген батырманы басамыз. Қазір көрейік, міне жаңағыдай қазір обновить етті, яғни көріп отсаңыздар мен шығардым ақшамды. Енді бізге қалды тек күту. Міне достар, күту дегенде уже сразу түсіп қалыпты. Получен 0.5 трекс деп тұр. Яғни біз қазір Trust Wallet кошелегімізге кірейік. Trust Walletке кіреміз. Капчаны шешеміз. Міне қарап отсаңыздар, сегодня 0.15 трекс, 1.47 трекс дейді. Яғни бұл жерде трекс міне 0.106, яғни бұл жерде қарап отсаңыздар минус 4.9%-ке түсіп кетті. Но бірақ ол бізге жақсы, себебі біз минимальный суммадан жасайтын болсақ, онда ол процент плюсқа, яғни жасыл болып тұрғанда, қазір көрсетейін. Міне осындай жасыл болып тұрғанда Dogecoin сияқты біздің ақшамыз өседі. Мысалы, менде $0.17 болса, $0.30 деген секілді. Яғни бұлдан қазір қалай обменять етеміз Каспий Голдқа, соны көрсететін боламын. Достар, ең алдымен сіздер Google-ға обменник деген батырманы басасыздар. Одан кейін енді астына түсейік. Біз change.ru деп шығады. Бұл жерде, яғни обменник. Бұл жерде қалай обменять етеміз. Мысалы, біз жаңағыдай трон тауып жатырық, енді трон батырмасын басамыз. Трон деген міне трекс деп тұрады. Одан кейін мына жерде ең астына түсетін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай Каспий банк бар екен. Осы жерден Каспий банктен шығара аласыздар. Минимальный сумма мына жерде көрсетіп отырады. Міне ат бір бәле деп, яғни бұл жерде шығара аласыздар осындай мөлшерден. Ең азы бұл жерде қарап отырсақ, міне ат 200 трекс деп тұр, яғни 200 трекстен бастап шығара аласыздар Каспий Голдтарыңызға. Сонымен қатар міне ознакомилась деген батырманы басасыздар. Өйстіп
минимальный суммаңызды жазасыздар. Каспи голдтан мынанша теңге болып түседі дейді. Одан кейін мына жерде Каспи голдтарыңыздың аты жөндеріңізді, отчество дейді. Одан кейін телефон, емейл жазасыздар. Сөйтіп обменять ете берсеңіздер болады. Но бірақ бұл жерде ең тиімдісі 1VM сайты да бар. Ол жерден сіздер де шығара аласыздар. Сонымен қатар міне мына жерде бар екен тағы да. Достар, қарап отырсаңыздар, бұл жерде міне Сбербанк KZT-дан істеуімізге болады екен, яғни осы трекске салуымызға болады екен. Қарап отырсаңыздар, міне бұл жерден төбеге көтерілейік. Мына Трон трекс деп тұр. Яғни бұл жерде не айтқым келеді? Отдадите деген жерде сіз бересіз. Жаңағыдай Сбербанктан бересіз, мына трекске толтырады. Одан кейін сіздер жаңағыдай сайтқа ақша толтыра аласыздар. Сөйтіп процентінен көріп 20 күнде плюсқа шыға аласыздар, достар. Достар, сіздермен болған мен Каз бизнес арнасы. Бұл интернеттен ақша табуға арналған канал. Егер осы видео ұнаса, шынайы лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бұл мені қуантады, себебі каналдың дамуына үлес қосады.